Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырман? Бүгін сіздерменен бәріне белгілі витамин тақырыбын қозғайтын боламын. Шын мәнінде біз витамин қабылдауымыз қажет деп айтып жатамыз. Оның адам ағзасында қандай пайдасы бар, сол жөнінде толығырақ тоқталатын боламын. Дәрумен дегеніміз, яғни витамин дегеніміз, барлық тағам мен азық-түлік өнімдерінде, шөпте шағын ғана мөлшерде кездесетін, ал адам мен жануардың ағзасында бір қалыпты тіршілік ету үшін өте қажет төменгі молекулалық органикалық зат болып табылады. Химиялық құрылысы жағынан витаминдер әртүрлі болып келеді. Ағзаға тағам арқылы түскен белок, май, көмірсу және минералдық тұздардың алмасуын реттеп түзетіп отырады. Витаминдер зат алмасу процесін жақсартып, ағзаның жұқпалы ауруға қарсы қабілетін күшейтеді және де бүкіл ағзаның жұмыс істеу қабілетін жақсартады. Тұтынатын тағам құрамында витаминдер аз болатын болса, және де ағзаның витаминді сіңіру процесі бұзылатын болса, авитаминоз ауруын тудырады. Ал гиповитаминоз дегеніміз ағзадағы витаминдер мөлшерінің төмендеуін атайды. Негізгі ағзаға қажет белок, май, көмірсу, минералды тұзға қарағанда ағза витаминдерді өте аз мөлшерде қажет етеді, және олар микрограммен өлшенеді. Жалпы витаминдер өзінің қасиеті жағынан екіге бөлінеді: майда еритін және де суда еритін витаминдер. Майда еритін витаминдерге А, Д, Е, К және Ф витаминдері жатады. Майда ериді, олар синтезделіп, ағзада жинақталады. Сондықтан олардың жетіспеушілігі бірден пайда болмайды. Яғни бірте-бірте пайда болады. Ал суда еритін витаминдерге В және С витаминдері жатады. Бұл зат ағзада жинақталмайды және де күнделікті тамақпен қамтамасыз етіліп отырады. Витаминдер мен минералды заттарды медициналық бақылаусыз қабылдау денсаулыққа айтарлықтай зиян келтіруі мүмкін. Егер сізде қандай да бір белгілері пайда болса, жергілікті емханаға барып, дәрігердің тағайындауымен анализ тапсырғаныңыз дұрыс, және де жетіспеушілікті анықтаған жағдайда дәрігер нұсқаулығымен ғана витаминдерді қабылдаңыз. Достар, егер сіздерге тақырып қызық болса, лайк басып, өз пікірлеріңізбенен бөлісе отырыңыздар, және де алдағы уақытта осы витаминдерге нақтылап тоқталып өтетін боламын. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар, достар. Сау болыңыздар.